менің қазір қарызым бар деді да. И мен сол қарызымды жауып алайын, осыны жапсам болды деген играны адамдардың көпшілігі ойнап жүр да, осы ойынды. Қазір осы деп жүрген кезде адам өліп кетеді да. Содан жаңағы адамда андай ой пайда болады, міне қазір мына үйдің ипотекасын жауып алайын, сосын өмір сүремін. Почти адамдардың 95% өмірі осылай өтіп жатыр да. Үнемі жаңағы уайымдауды, қайғыруды, стресске түсуді, жаңағы выживаниенің сезімдерін сезіну үшін біз қайта ситуацияны істейміз, создавать етеміз. Қалай шығуға болады бұл циклдан енді? Проблемадан шығу үшін ең бірінші адам тоқтау керек та. Куда ты идешь? Ақиқатында сенің өмірің идеальный. Ақиқатында идеальный өмір жоқ, осы не идеальнысымен сенің өмірің идеальнысымен идеальный. Проблемасымен идеальный болып тұр. Демек ол бір нәрсеге алып келе жатыр ғой ол нәрсе. Оның өміріндегі сол оқиға оның оянуына алып келе жатыр. Құрметті менің YouTube арнамның көрермендері. Сіздерді көріп отырғаныма шын жүрегіммен қуаныштымын. Сіздер білесіздер, менің есімім Мақпал Қаратай. Егер қазір бүгінгі айтылатын тақырып егер сіздің көкейіңізден қандай да бір орын алса, ішкі әлеміңізді бір селт еткізсе, жүрегіңізге бір қандай да бір сезімдер берсе, осознание берсе, онда лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып алуды ұмытпаңыздар, иә? Бұл арнада бүгін мен жаңа бір өзіме бір гениальный деп ойлаймын деп ой нәрсені. Гениальный идея келді. Өйткені менің сіздерге былай видеоны жазамын ғой, үнемі өзім отырып жазатын видеолар бір бөлек, ал бір адаммен сұхбаттасу барысында сенің әр жағында түкпіріңде жатқан, даже өзіңнің қолың жетпейтін ойлар на поверхность шыға бастайды да, жоғары жаққа қарай шығады. Сондықтан мен осы ойдың мақсатында бүгін жалғыз емеспін. Мен бүгін Мұхитты шақырдым. Өйткені неліктен Мұхитты шақырдым? Мұхит, қазір сіздер Мұхит Нұрданұлы, продюсер, философ, өзін тану мақсатында, өзін ішкі зерттеулеріне үңіліп жүрген жігіт. Неліктен мен бүгін Мұхитты шақырдым? Өйткені біз Мұхит екеуміз өмірде көп кездесеміз, сол кездескен кезде әртүрлі әңгімелерді айтамыз да. Мысалға, бір тақырыбымыз духовность жайында болуы мүмкін, бір кездері біз ақша жайлы айтуымыз мүмкін, бір кездері жаңа адамдардың привычкалар жайлы айтуымыз мүмкін, әртүрлі тақырыптарды сөз етеміз. Сосын сол әңгімелердің барлығы біздің бір белгілі бір түсініктен өсуімізге, ішкі жан дүниеміздің алып келеді. Сондай әңгімелерден кейін маған бір ой келді. Неужели біз осы әңгімелерді жай ғана өзіміз ғана айтып қоймай, яғни сіздерге паш етсек, яғни осы әңгімелерді тыңдау барысында, мысалға ар жақта отырған оқырман, көрерменге қандай да бір ой қалдырсақ, онда бұл керемет дүние болар еді деген ой келді. Сондықтан осы ойды, идеяны енді бүгін наконец-то жүзеге асыру үстіндеміз. Сондықтан біз қазір Мұхит екеуміз студияға жиналдық, яғни осы жерде отырып қазір бір-бірімізге сұхбаттасу барысында, яғни сіздерге жалпы бір ой тастау, бәлкім бір өміріңіздің өзгеруіне ықпал ететін қандай да бір осознание беру негізгі мақсатымыз болып табылады. Сондықтан арнаға қош келдіңіздер, яғни міндетті түрде лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, барынша активный болып отырыңыздар. Қазір бірінші маған сұрақты Мұхит қояды, одан кейін ары қарай мен Мұхитқа сұрақ қоюым мүмкін. Яғни бұл ешқандай бір белгілі бір жүйеге бағынбаған, более творческий, более открытый әңгіменің негізінде болады. Егер осы жаңағы идея, осы формат сіздерге ұнап жатса, яғни Мақпал Қаратай мынандай форматта сіз больше ашылады екенсіз десеңіздер, онда оны да астына жазып қойыңыздар, міндетті түрде. Өйткені сіздердің кері байланыстарыңыз біз үшін өте маңызды. Біз қай бағытқа қарай баратынымызды сіздердің әңгімелеріңізге қарап ұғып отыратын боламыз. Сондықтан жамботалар активный боламыз, ал Мұхитқа сұрақ. Сіз қазір бірдеңе айтып жатқан кезде маған ойыма мынандай келді да. Біз сізбен осыдан бір 3 жыл бұрын осындай шілденің ыстығында танысқанбыз. Қателеспесем, тура осы уақыт, тура осындай ыстық есіме түсіп отыр. Содан бері бүйтіп қарасақ, сіздің менің өміріме, менің сіздің өміріңізге жаңағыдай бір әсер еткен өте үлкен моменттер өте көп та. Бірге көп ақша таптық. Сіздің маған андай духовный өсуіңіз, сіздің маған бір берген бір жаттығуыңыздың арқасында мен бір келесі бір деңгейге квантовый скачок жасағаным есіме түсіп отыр да. Мен содан қазір мынандай бір тұжырымға ойға келіп отырмын. Бұл әрқашан андай бір жабық кездесулерде, сыртқа шықпайтын сондай бір әңгімелер еді. Қазір енді бір андай болып тұрды. Ашып тастадық. Иә, осы нәрсені бүкіл халыққа бір қолжетімді қылсақ деген секілді бір ниет пайда отыр менде. Бұны кеше де солай ойлап едім. Біз Мақпал ханым екеуміз андай бір-бірімізге тығылып көмектесіп жүрген адам сияқтымыз.
мен Мақпал ханымға запустер жасап беремін, Мақпал ханым маған өзінің идеяларымен айтады, мен өзімше өсіп жатырмын, сіз өзіңізше өсіп жатсыз. Енді қазір бұл әңгімені тыңдаған адамда бір әркім өзіне керегін алар деген ойдамын. Ең қызығы жаңа Мақпал апай айтпақшы, бұл форматта ешқандай жүйе жоқ. Ешқандай мақсат жоқ. Қалай басталатыны және қалай аяқталатынын әзірге өзіміз де білмейміз, бірақ бір қызық жайт болды. Иә, қызық жайт болды. Қазір бастамай жатып осы подкастты қай тақырыпта сөйлейміз деп отырған кезде Мақпал ханымға бір кісі хабарласып қалады. Оқ білейін, мынау бүгінгі подкасттың тақырыбы осы-ау деген бір идея келді. Өмірде ешнәрсе кездейсоқ болмайды ғой өйткені. Мен де соған қазір 100% келсем. Неге бұл подкасттың алдында хабарласты ол кісі? Неге сондай бір ауыр күрделі сұрақ қойды? Неге ол өзінің жағдайын сізге айтып, бұл проблеманың шешіп беруін сұрады? Енді осыны халыққа түсінікті болу үшін бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қазір бізге подкасттың алдында бір кісі хабарласты. Ол кісі сізден не сұрады? Давайте. Сол бүгінгі біздің подкастымыздың қазіргі бағытын анықтаса, ары қарай біз сол тереңдікке кіре берсек. Мен ол кісіні осыдан подкасттан бұрын хабарласқан кісіні осыдан 1 жыл бұрын ба кездескен болатынмын. Сол кездескен уақытында да ол кісі өзінің ішкі бір состояниесінде қатты қиналып жүргендігін айтқан еді. И қазір де тура сол состояниеде уақыт арада 1 жыл өтсе де, яғни ішкі состояниесінде қатты бір ойларының хаосында жүргенін, қатты бір ішкі әлемінде тыныштық жоқ болып жатқанын, ішкі дауыстар күшейіп кеткенін, әртүрлі эмоцияларға батып жатқанын. Представьте сіз мысалға мұхит қатты толқып жатыр да, мұхит. Сол жерде сен батып жатсың да, жүзе алмай. Біресе сені ары қарай төмен алып кетеді, біресе жоғары шығарады судың екпіні. Тура сол состояние ол кісінің ішінде болып жатқаны байқалады. Ал және осы біздің ішімізде қандай состояние бар, ол обязательно біздің сыртқы өмірімізде де көрініс табады да. Ол кісінің сыртқы өмірінде де қазір қарызға кіріп кеттім дейді да. Яғни мен ол кісіге айттым да, мысалға сіздің ол кісінің өмірінде кішкене денсаулығына байланысты бір сынақтар болған еді. Негізі денсаулыққа байланысты сынақтың барлығы адамға тоқта деген белгіні білдіреді да. Өйткені тоқтап өзіңе пересмотреть, куда ты идешь. Значит, бұған дейінгі жасап жатқан өмір сүру дағдыларының барлығы дұрыс емес екендігін көрсетеді. Тоқтап бір қарауға. Жалпы ол сен обязательно оны бір денсаулықпен сыналып тоқтамай, кез келген адам өзіне тоқтауды бір жаңағы үнемі біз аласырамыз, жанталасамыз, ананы істейік, мынаны істейік, содан кейін ғана бақытты өмір күш кетіп жатқан сияқты, анаған жетіп алайық, ана межеге жетіп алайық, мына межеге жетіп алайық деп жүрген кезде өмір зулап жатыр да. Біз бір нәрсені қуып жүрік та. Потом қазір деп жүрген кезде. И мен ол кісіге қазір сіздің тоқтауыңызға неліктен себеп жоқ дедім да. Не болып тұр сіздің тоқтамауыңызға әсер етіп тұрған? Яғни тоқтап, осознание алып, ішкі жан дүниені тыныштыққа әкеліп, өзіңнің бақытыңды дұрыстап, соған қарай асықпай, неужели аяңдамасқа болмас деген кезде ол кісінің сөзі, яғни бір сөзді айтып қалды да. Менде де тура сондай оймен өмір сүрген болатын. Менің қазір қарызым бар деді да. И мен сол қарызым жауып алайын, осыны жапсам болды. Яғни көптеген адамдардың өмірінде бір адамның өмірі цикличный ғой, бір оқиғалар қайталана береді. И адамдардың өмірінде қазір осыны жапсам болды деп ойлайды да. Мысалға мен баяғыда, например, менің бір кредитім болып тұрды да. Мысалға 25 миллион теңге менің қарызым болып тұрды. Сосын мен ойладым, қазір осы 25 миллион жапсам болды дедім да. Одан кейін болмайды. Одан кейін я буду жить. Одан кейін деп нормально өмір сүремін деп ойлайсың. Бірақ сен қайтадан 25 миллион болмаса 10 миллион болсын, неважно, әркімнің суммасы бұл жерде мәселе суммада емес, қайтадан проблеманы шақырып алғаныңды өзің білмей қаласың да. Сен өміріңде пах еткізіп проблему создаешь. И сен соны жапсам болды деп тағы ойлайсың. Одан кейін оны жапсам болды. И как будто бір сен сағым қуып жүрген сияқтысың да. Осыны істесем болды, өмір сүрем. Одан кейін өмір сүрем, одан өмір сүрем деп жүрген кезде сенің алдыңда өлімің ғана күтіп тұр да. Сондықтан, яғни осы бір цикличность адамдардың осыны жапсам болды деген играны адамдардың көпшілігі ойнап жүр да. Осы ойынды. Қазір осы деп жүрген кезде адам өліп кетеді да. Сондықтан менің өзімнің өмірімде сен егер мысалға сол нәрселер, тура сол әрекет, тура сол ой, тура сол жаңағы эмоция, тура сол ішкі восприятие, тура сол реакция, яғни сен неден тұрасың, тура соны айнаға тез қайталап жатсың ғой. И саған ол тура сол результатты қайта әкеліп жатыр ғой. Сондықтан менің өмірімде өмір өзгеру үшін сенің ішіңдегі состояние, яғни сенің ішіңдегі восприятие, сенің ішіңдегі қабылдау оқиғаны, сенің ойларың, сенің сезімдерің, оқиға деген көзқарасың,
осының бәрі алмасу керек та. Сол кезде ана оқиға растворяться етеді. Сондықтан, например, қазір мен ол кісіге енді телефонмен түсіндіре алмадым, өйткені біз подкастымыз біздің приоритетімізде тұрды, қазір осыны жазуымыз керек. Сондықтан мен ол кісіге айтар едім, алдыңда қазір сенің проблема тұр да, мысалға, тура алдыңда сенің проблема тұр. И сен сол проблемаға сенің әдеттегі дағдыланып кеткен реакцияң бар да. Сен сол проблеманы көрген кезде жасайтын автоматизированный реакциялардан тұрасың. Любой проблема болған кезде сенде как будто пуск басылады да, сен өзің жоғаласың да, сен сол өзіңнің реакцияларыңды, дағдыларыңды айна қатес жасап шығасың. Оны сценарий деп атасақ та болады. Сенде ол сценарий уже жазылып тұр да. Сенің, короче, ана проблема кезінде өзіңді қалай ұстайтының, проблема кезінде қандай ойларға баратының, қалай қайғыратының, қандай сезімдер сені шарпитыны, қандай ойларға кетіп қалатының, осының бәрі кәдімгідей готовый да. Сенде проблема келеді, пуск басылады, сен сол ойынды как актер сияқты ойнап бересің да. Ойнап бересің, одан кейін деп бір суға батып жатқан сияқты мұхиттың суына ойнап бересің, одан кейін кішкене проблема біткен кезде сәл ауа жұтасың, малтыған жеріңнен кішкене ауа жұтасың да, есіңді жинап қаласың. Одан кейін қайтадан сол проблема келеді, тағы да сол әрекеттер, тағы да сол, как будто міне сенің проблема кезінде киетін киімің бар да, либо образың бар да, сен сол образды автоматты түрде қалтқысыз ойнайсың. Яғни бұл жерде Вадим Зеланд айтпақшы, декорациялар алмасады сенің өміріңде, яғни адамдар алмасуы мүмкін, но сенің ішкі сезімдерің, восприятияң, реакцияң айна қатесіз қайталанады бір проблема. Келесі циклда тағы қайталанады, арғы циклда тағы қайталанады, үздіксіз қайталана береді. Енді сен ол циклдан шығып кету үшін, сен проблема келген кезде мүлдем басқа адамға айналуың керек та. Бұрынғы жасап жатқан әрекеттеріңді, бұрынғы жасап жатқан жаңағы реакцияларыңды, бұрынғы жасап жатқан дүниелеріңді айырбастау керек. Ең бірінші мысал, например, сенің өміріңде қарыз. Сенің ең бірінші әрекетің, бірінші ойың, мен неге бақытсыз едім осы қарызға байланысты. Сенде сондай қабылдау тұр ғой. Осы оқиғаға байланысты не деген сорлы едім, құдайым-ай, бұдан қашан құтылам, енді осы жабылса ғана мен нормальный өмір сүрем. Яғни сенде уже жазылып тұр да, сен соларды өткеріп жатсың, күнде сезініп жатсың. Сендегі сол восприятияны, былайша айтқанда, сенен бөлінетін, шағылысатын восприятие бар ғой, соны алмастыру керек. Ең бірінші әрекет, яғни оқиғаны қарайсың да, мен всегда айтамын, мысалға, қарыз бар адамдарда, например, қарыздан құтылсам дейді ғой, қатты құтылсам дейді, жынданады, зығырданы қайнайды, ана қарызды жек көреді оқиғаны. Сен сол өміріңде болып жатқан оқиғаға сенің ішіңдегі жек көру деген сезім жоғалу керек та. Түсіндіре алып тұрмын ба? Түсіндіре алдым. Яғни мына жерде бір қорытынды не қылып жібергім келіп тұрса, ашып алғым келіп тұр да. Қазір сізге хабарласқан адам бір танымал, кәсіпкер, өзінше өзінің кругында влияниясы бар адамдар. Оны басқа адамдар көрсе, ол кісінің өмірін бір не қылуы мүмкін андай. Не деген мына кісі күшті өмір сүреді, жаңағыдай бай, ауқатты деген сияқты, танымал деген сияқты бір көзқараспен қарауы мүмкін. Бірақ мен жаңа сіз айтқаннан кейін түсінгенім бойынша әр адамның өзінің проблемасы бар. Өзінің деңгейде, мысалы жаңағы кісінің қарызы бар, денсаулықпен проблема бар, тура сол секілді ол танымал емес дегенге қарамайды, бәр адам оянған оянбағанға байланысты жаңағыдай әркімнің өз деңгейінде проблемасы бар. Мен сіздің айтқаныңыздан түсінгенім. И сол проблемаға деген жаңағы автоой реакциялары бар. Солай ғой, соны бір ашып алғым келіп тұр. Бұл көбісі былай ойлайды ғой. Дағдыға айналып кеткен. Көбісі ойлайды ғой. Менің проблемам қиынырақ, сенікі жеңілдеу сияқты. Мен сен секілді өмір сүрсем, күштірек өмір сүретін едім деп айтады да, мысалы. Бұл қаншалықты жаңағыдай адекватты ой, дұрыс, бір жағынан бірінші сұрағым. Екінші, олайдан қарауға бола ма, мысалы, сенің проблемаң менікіне қарағанда жеңілірек сияқты деп. Мысалы, өйтіп айта аламыз ба? Жоқ, мысалға, мынандайда қуаныш деген нәрсе, мұхит бар ғой, ол өлшенбейді. Қуаныш өлшенбейді. Өлшенбейді. Мысалға, балаға бір кәмпит берсең, ол қуанады, деп қуанады. На самом деле қуаныш сезім біреу, просто біз ол сезімге жаңағы әркімнің қуанатын дүниелері әртүрлі болып табылады. Мысалға, сол сияқты 1 миллион теңгеге де қайғыру білеу, 10 миллион теңгеге де сол қайғыру, 100 миллион теңгеге де сол қайғыру. Бір сезім, барлық жерде бір сезім, бір қуаныш, бір не да. Просто личностың ауқымына қарай, яғни оның кругозорына қарай, оны мысалға біреу миллиард үшін қайғырып жатыр, біреу 1 миллион теңге үшін қайғырып жатыр да. Әркімге көтере алатынын береді дейсіз. Әркімнің личностың ауқымына қарай. Енді мен сұрақтыға қарай бақташ, қазір мен кішкене қалдым.
мен мына жерде соны басқа адамдармен де бір теңестірсем деп тұрғам ғой. Енді ол кісінің проблемасы ол өзіне бір шешілмейтін проблема секілді көріп сізден шешімін тауып беруге сұрап жатыр да. Не істей аламын деп. Ең қызығы жаңа сіз айтып сол проблеманың шешімін де ұсынып тұрсыз. Әзірге тоқта. Бір жаңағыдай демалып ал. Саған ағзаң подсказка беріп жатыр, денсаулығың подсказка беріп жатыр деп. Адамдар неге сол проблеманың шешімін бір күрделі шешім іздейді дегенім ғой енді. Неге болмысы сондай деп сұрағым келіп тұр да. Түсіндіре алдым ба? Мына жерде маған сенің сұрағыңа сәйкес емес, сәл басқаша ответ келіп тұр да ішкі әлеміме. Мысалға, адамдардың көпшілігі мынау мен мысалға оянған кезде, мұхит өзімнің артқы өміріме қараған кезде мен үшін, яғни қатты 40 жастан асқанға дейінгі біраз ғұмырым выживаниеден өткен. Жаңа қарыз жабу, уайымдау, оған жанталасу, шыңғыру, яғни бүкіл өмірімнің барлығы осы циклды как белка в колесе айнала берген ұқтым да. Яғни үнемі сол сезімдерге мен тәуелді болып қалғам. И мынау тело стало разумом дейді Джо Диспенза. Яғни теломыз сол сезімдерді сезінбесе, как наркоман сияқты неғыламайды. Тәуелді болып қалады. Өйткені мысалға наркоман өзінің жаңағы дозасын алмаса жанталасады ғой. Тура сол сияқты біз сол сезімдерді кәдімгідей тәуелді болып қалғанмын да. Проблема іздеп тұрады. И осы жерде Джо Диспензаның күшті сөзі бар да. Люди дейді, чтобы адам дейді, ол сезімдерді сезіну үшін вы используете людей и ситуации дейді. Яғни үнемі жаңа уайымдауды, қайғыруды, стресске түсуді, жаңағы выживаниенің сезімдерін сезіну үшін біз қайта ситуацияны істейміз, создавать етеміз. Біз көп адамдар мысалға маған сабаққа келгенде мені творецтің күйіне жеткізіп беріңіз дейді да. Енді адамдар арасында я же создатель дейді. Мы и так-то создаем. Біз просто бедность создаем о моменттерде, страдание создаем, проблему создаем. Сол арқылы өзіміздің живой екенімізді түсінеміз да. И сол циклды айналып жүре берген. Үнемі қарыз кредит, уайымдау, соған стрессовать ету, оны жабу, одан кейін қайтадан шығу, как будто бір мұхитқа баттым, одан кейін ауа жұттым, осылай өмірім барлығы өткен да. И мен сол артыма қараған кезде түсінгенім, маған сол өмір норма болған ғой. Бірақ адам саналы түрде жаңағыдай айта береді, мына қарызды жапқым келеді, жаңағыдай тыныш өмір сүргім келеді, қиналғым келмейді деп айтады. Бағымды бессознательность ананы тілеп тұрады. Өйткені онсыз басқа өмірді қайталай береді. Өйткені ол басқа реальностьті білмейді. Оның кішкентай кезінен көріп келе жатқан реальностьі сол циклдан мынандай бір әлем бар да, домалақтың ішінде айналып жүр. Ол сол домалақтан за пределы себя шығу керек та. Ол басқа әлемді, басқа өмір бар екенін ұғу керек. Содан жаңағы адамда андай ой пайда болады, міне қазір мына үйдің ипотекасын жауып алайын, сосын өмір сүремін. Сосын тура сол секілді тағы бір проблема тауып алады. Мына қарызымды жауып алайын, сосын өмір сүремін. Сөйтіп жаңа сіз айтқан цикл өмір өтіп кетуі мүмкін. Осы ғой. Мынандай алдына бір как будто таяқты қойды, ол таяқтың алдына сырды қойды. И сол сырдың артынан емпеңдеп жүрген сияқты, ол сырға жетпейді. И сол цикл айнала береді. Сонымен бір ғұмыр өтіп кетеді да. Ең өкініштісі почти адамдардың 95% өмірі осылай өтіп жатыр да. Яғни ана бір нәрсені қуып жүр. Сосын бізге Алла тағала жаңағы ортасында есіңді жейсің деп кәдімгідей не береді да. Мысалы ауру беруі мүмкін, либо болмаса басқа да бір потеря беруі мүмкін. Есіңді жей, посмотри на свою жизнь с другой стороны дегенді. Ал біз ондай нәрселермен Құдай бір айналдырғанды шыр айналдырады деп, одан әрі Аллаға деген ренішіміз көбейіп, не болып кетті, мен шыға алмай жатырмын ғой, яғни неліктен бұл оқиғалар болып жатыр, неліктен мен қиындықтан шыға алмайтын деп, одан әрі өзіміздің ішімізге кіріп, одан әрі қайғыруды усиливать ете береміз да. Өйткені енді проблемадан шығу үшін мен ойлаймын, адам ең бірінші адам тоқтау керек та. Мысалға, өйткені, например, кеше ғана мен не сабақ болып жатыр, қазір мен Эриксонның коучинг деген оқып жатырмын. Сонда адамдарды екі топқа бөліп қарады да. Бірінші топтар велосипедистер дейді да. Велосипедистерде ешқандай бақыт жоқ дейді да. Өйткені олар велосипедін жаңа жүргізіп, табиғатқа тамашалап жүреді да, андай потоки өмір сүретіндер. Оларда нақты цель жоқ, нақты жаңағы мақсат жоқ, өмірдің несіне жіберген, Алла тағала не береді, соны көрем деп, яғни велосипедист болып өмір сүру. Екінші топтағылар дейді, яғни олар жаңағы гольфистер дейді, яғни гольф
оларда четкий цель бар, яғни қайда кетіп бара жатқанын білет, қай жаңағы бір лумкадан екінші қай лумкаға түсіретінін білет, екінші лумкаға түсіретінін білет, олар тек қана соны білет дейді да. И жаңағы сабақта түсіндірген негізгі ой, велосипедистердің өмірлерінде қандай да бір проблема туындап қалса, ол велосипедистер оны шеше алмайды, өйткені олардың даже артық ақшасы да жоқ, өйткені бүгінгі тапқанына ғана бір күнмен ғана өмір сүріп жүр да. Ал гольфистерде өмір жоқ дейді да, өйткені оларда жаңа арқаны кеңге салу жоқ, поток жоқ, рахаттану жоқ дейді. Олар тек бір мақсаттан екінші мақсатқа өмір сүреді. Иә, тек қана мақсатты ғана көреді, и олар өздерінің жеңістерін тойлау, бір рахаттану, сол жеңісінің мәк деген бір өмір насквозь өтіп жатыр да, олар үшін тек қана мақсат қана бар да. И сол сабақты айтқан кезде жаңағы ұстаз мынандай сөзді айтты да, менің алдыма бір еркек келді дейді да, и ол еркек на самом деле бұл әңгіме біз барлығымыз қазір былай тыңдауымыз мүмкін да, ой қандай қуып кеткен еркек деп, но этот разговор о нас да, на самом деле ол еркектің бөлшегі біздің де бойымызда бар да. Сонда ол еркек келеді, и ол еркек күндіз-түні жұмыс істей береді дейді. Сосын мен ол еркекке айттым дейді, сіз демалысыңыз қай күнде деп сұрап қалсам, мен вообще демалмай жұмыс істеп жүргеніме 10 шақты жыл болды дейді, кәсіпкер. Тек қана жұмыс істей береді. Сосын сіздің жаңағы колесо балансы деген сияқты бар ғой, жаңағы өміріңіздің басқа тұстары қамтылған ба деп сұрадым дейді. Мысалы, балаларыңызбен қарым-қатынас, әйеліңізбен қарым-қатынас, өзіңіздің денсаулығыңызға көңіл бөлу, достарыңызбен уақыт бөлу деген кезде, жоқ, мен оның бәрі қамтылмаған деп айтты дейді. Өйткені менің бар ойым жұмыс, и жұмыс істемеген адамдардың бәрі ақымақ деп қарайды да, ондай адамдар. Өйткені олардың бәрі ерігіп жүрген сияқты, не істеп жүрген ондай адамдар, тем более велосипедистер жек көреді да. Яғни не істеп жүр, елдің бәрі жұмыс істемей ма деп қарайды. Сосын балаларыммен жаңағы бір көлікке отырып бір жаққа баратын кезде мен даже не сөйлесетімді білмей қойдым дейді да. И сол кезеңде, яғни мен өзім негізі кейде велосипедистпін, кейде немін, орта жоқ менде. Яғни кейде мен лағып кету мүмкіндігім бұрын, есімнен танып, тек қана өмірді сүріп, қалтамда көк тиын жоқ, яғни сөйтіп жүремін, либо слишком гольфист болып кетемін да, жұмыс деп. Яғни мен ортаны ұстай алмайтынымды өмірімнің бір кезеңінде ұқтым. Сонда ол еркектен тоқтаңыз, сіз тоқтасаңызшы деген сөзді айтса, ол ұқпай жатыр дейді да. И неліктен? Өйткені ол өзінің ішінде белгілі бір травмасы бар да, и тоқтаған кезде придется ол травмаға не істеуге, қарауға, өзіңе көруге. Не үшін? Өйткені сен настолько себя не любишь, ол менде де бар да, ол травма, өйткені. Мен сондықтан оны білем. Өйткені настолько ты себя не любишь, что ты не можешь остановиться. Если сен остановиться етіп, тоқтап, ешқандай ақша таппай, бір момент демалуға мұрсат бермейсің, өйткені сен мұрсат берсең, как будто бір оңбаған адам сияқтысың, сен, қоғамға бір адамға пайдаң жоқ сияқты, немесе сен тоқтай бастасаң, яғни онда сенің жаңағы балаларын жақсы көрмей қалатын сияқты, сен тоқтасаң ақша таппай қалатын сияқтысың, сен тоқтасаң, Инстаграмда танымал болмасаң, либо бір жұмысыңды істемесең, сен ешкімге керексіз болып қалатын сияқтысың. И анау травма сенің бағыңда, былайша айтқанда, сорыңда да, яғни ол сен тоқтатпайды да, өйткені сені все время жұрттан қалып қалған сияқтысың, и ты не можешь арқаны кеңге керіп, расслабиться ете алмайсың да. И сондықтан, но түбі бәрібір ол травма басында саған бағың болып тұруы мүмкін, түбі сорын алып келеді, бір ауруға. Әйтеуір тоқтатады да адамды. Гольфистерді әйтеуір тоқтатады. И ол сабақтың негізгі тұжырымы, яғни алып келген кезде ортаны ұстау да. Где-то гольфист болу, өзіңнің жаңағы мақсаттарың бар, айқындалып отырсың, жаңағы қай лумкаға салатынды білесің, ортасында лумкаға салған кезде лумка düşмет. Лумкаға салған кезде демалып қоясың, рахаттанып өмір сүресің, и то же время велосипедистсің да сен. Потоки категоричный болмау, бір жаққа қарай. Категоричный емессің, келе жатқан өміріңді рахаттанып көре аласың, табиғаттан тамсана аласың, процестен ләззат аласың. И гольфист, и велосипедистің екі да часті сенде қосылған. И мен өмірімде мен кәдімгі ярый гольфист болып көрдім, ярый велосипедист болып көрдім да, содан кейін ортаны ұстауым керек екенін ұқтым. Түсінікті болу үшін не қылайықшы? Мынау тараздың екі жақ секілді болып тұр ғой. Велосипедист деген жаңағы духовный адам болып тұр ма сонда? Жоқ. Велосипедист деген не обязательно духовный адам. Велосипедист деген моменттерден ләззат ала алатын адам.
Ол қазір мысалға вовлеченный адам да. Мысалға қазір екеуміз сөйлесіп отқан кезде ол осы сөздің өзінен ләззат алады, ол жаңа тамақ ішсе тамағынан ләззат алады, ол қыдырып кетуі мүмкін, он спонтанный. Ол мақсат құрмайды. Ол мақсат құрмайды. Ол только бір күнгі күнмен ғана өмір сүреді да. Ол не обязательно духовный адам болуы мүмкін емес. Ол өзінің табиғатынан мысалға таңертең тұрды, ұшып кетеді мысалға, немесе кешке шейін онда бір определенный тайм менеджмент жоқ та. Ол кешке шейін балық аулап отыруы мүмкін, кешке шейін жаңағы шомылып кетуі мүмкін, яғни ал гольфист ол өзіне балық аулауға рұқсат бере алмайды, ол шомылуға рұқсат берген, онда барлығы тайм менеджмент, барлығы жестко тұр да, уақытпен тұр. Сонда мақсат демей ақ қойық енді, бұл өмірдің прикол сол ортасындағы баланс ұстау керек қой, баланс ұстап тұр ғой. Ортасындағы баланс. Қатты жаңағыдай велосипедист болып кетуге де болмайды. Кетуге де болмайды, лағып кетуге де болмайды. Тек мақсаттан мақсат. Қатты қысып ұстауға да болмайды. Сол ортаны ұстаған адам ғана өмірде жаңағы неге жетеді. И сол жерде айтқым келіп тұрғаны, бұл әңгімені не үшін бастап отырмын, жаңағы әйелдің әңгімесінен ары қарай кішкене бүйтіп о деп бір жаққа барып келдік қой. Айтайын дегенім ол кісінің жаңа әңгімесінен, яғни бұл қазіргі егер сіздің проблемаңыз бұрыннан да қатты, егер сіз бір кәсіпте жүрсеңіз, бұрын кәсіпте бір жолыңыз болып жатқан сияқты болып, қазір бұрынғыдан да қатты жолыңыз болмай қалып, наоборот керісінше проблемаға кіріп кетсеңіз, егер кәсібіңіз сіздің қатты қиналып тастаса сізді, наоборот сіз сынақтан соң сынақ, керісінше денсаулығыңызбен одан әрі сыналып жатсаңыз, значит сізге тоқтап жаңағы ритм жизниді қарап шығуға кеңес беріп тұр да. На самом деле подсказка ғой. Подсказка, яғни барлық нәрсені. Егер сіздің қарызыңыз қанша жанталасып жұмыс істеп жатсаңыз да, наоборот сіз жұмыс істегеннен кейін, жанталасқаннан кейін, сфокусированно тек қана жұмысқа өзіңізді бергеннен кейін сіз қарыздан шығуыңыз керек қой, наоборот. Ал керісінше сіз қанша жұмыс істесеңіз де қарызыңыз керіс жақтан явно бір нәрсе жұмыс жасамайды да. Сіз өз-өзіңізден бір жақтан күтпеген жерден тағы бір қарызға кіріп кеткенсіз да, жұмыс істеп жатсыз. Шамайды, не болды деп ойлайсыз да. Ең шықтым десеңіз, тағы бір жақтан қарыз пайда болған. Мен өзім, яғни всегда айтатын сөзім бар, яғни өзімнің адамдарыма. Бүкіл мынандай сөзім бар да, күйеуге шыққан, күйеуде жүрген әйелді де түсінем, ол да болғам. Ажырасқан әйелді түсінем, ол да болғам. Любовницаны түсінем, ол да болғам деген сияқты. Яғни қарызда да болғам, қарызсыз да болғам, бүкіл жағдайдың барлығын түсінем да. Сондықтан ол бір белгілі бір қазір ойлап тұр да, қазір сәл-сәл мен мынаны не қылайын, зорға тұрайын, сәл-сәл қинала тұрайын, одан кейін осыны істеп алсам, одан кейін мен бір демалам деп тұр. Никак, это уловки разума, игры разума. Сен әлі ловушкада тұрсың деген сөз. Сені алдап тұр умың, яғни сен шықтың, екінші бір нәрсеге циклға жүреді. Үшінші, ол безвозвратно сен сол циклдан айналып жүре бересің. Ол үшін сен за пределы себя шығып, өзіңді және өміріңді, личностыңды четко көре алмасаң, никак мен саған гарантия беремін, мен өзім проблема бітпейді. Сен 2 жыл өтіп кеткен әлі белка кәресі, қазір анау алдында, сенің алдында андай сыр тұр да, ән деп жүрсің, одан тағы өткен ән деп сөйтіп жүрген кезде кәдімгідей 5-6 жылың өтіп кеткенін өзің де білмей қаласың да. Тебе надо остановиться. И не істеу керек? Сен өзіңнің ішіндегі реакцияларыңды, восприятиеңді, бессознательный әрекеттеріңді, ойларыңды бәрін алмастыру керек та. Тебе надо анау циклдың кезінде қосылатын сценарий бар да. Пуск басылды, сен белгілі бір адамға айналдың. Сол ойлар келеді, мен бейшарамын, неліктен қарызбын, құдайыма енді қайттым, елдің бәрі бақытты, мен ғана бақытсызбын, бұдан қашан шығам деген сен өзіңді сол ойлар келеді. И сен соған сәйкес нелер, эмоциялар сезінесің, қайта айналып келіп сол эмоцияларды сезінесің. И сол эмоцияларды сезінгеннен кейін сол эмоция мен ой сенің белгілі бір әрекеттерің әсер етеді, бессознательно. Қандай әрекет? Атып тұрып инстаграмға жаңа сабақ сата бастауы мүмкін, либо атып тұрып қарыз алуы мүмкін. Әйтеуір сенде уже готовый жазылып тұр сценарийің. Мына ойларың бар, мына эмоцияң бар, мына әрекетің бар деп. Соны жүріп өткеннен кейін бар, сен кішкене бір ауа жұтқандай, бір нәрсе ақша тапқандай боласың да, бір өтірік ақшаларыңды. Содан кейін қайтадан сол циклға кіресің, қайтадан. Бұл бітпейтін, кәдімгідей 10 жыл, 20 жылдап елдер 100 жылдап жүреді бұл циклдарында. 100 жыл демей ақ қояйын, енді жылдар бойы жүре береді. Қалай шығуға болады бұл циклдан енді? Қандай нелері бар? Бұл циклдан шығып жатқанымның қандай белгілері бар? Қандай ощущениесі бар? Қалай сеземін мен бұл циклда? Бірінші сұрақ. Мен бұл циклда жүргенімді қалай сеземін? Яғни қазір бір көрермендер өздеріне бір кішігірім диагностика жасай алса, мен циклда екенмін, циклда емес екенмін деген. Екінші, циклдан шығудың бір неке алгоритмі бар ма? И сұрақты тағы да күрделендірейін. Циклдан шықпай ішінде қалып кетсем, мені не күтіп тұр? Циклдан шыға алсам, болашақта мені не күтіп тұр?
түсіндіре алдың ба? Анау любой духовностьта андай сөз бар да, енді циклдан өмір бақи қалмайсыздар, өйткені өмірде барлығы өткінші да. Сіздің өміріңізде өткінші, күндердің күнінде ол любой нәрсе бітеді да, өмір бітеді, сол кезде сенің циклың да бітеді. Біріншіден. Екіншіден, жалко, что мына өмірді сол циклды қоректендіруге, циклдың сценарийін жүруге ғана бере саласың да сен. Сен как будто бір актерсың, который не ойнап жүрген өзі білмейтін. И өмір бізге берілген мүмкіншілік қой, оның басы да бар, аяғы да бар. Ол ғұмырды оянуға, басқаша өмір сүруге, әлемді саяхаттауға, немесе бір гениальный идеяларды жасауға сен бере алмайсың да. Өйткені сенің бос емессің да сен. Сен жаңағы ты занят, циклдармен занятсың да. Саған қай уақытта басыңа бір гениальный идея келеді. Өйткені сен басың бос емес қой. Гениальный идея жоқ, короче. Үнемі жаңағы миың сол ойларды қорытуға, тәнің сол эмоцияларды сезінуге, сол әрекеттердің айналасында жүрсің да. И саған мысалға, я не знаю, қандай, мысалға бір Илон Масктың басына келетін деп айтпай ақ қойын, но Эйнштейн басына келетін деп айтпай ақ қойын, бір необычный идея келмейді да, өйткені сен, біз адам, өзі человек, запрограммированный робот та, приблизительно біз 35 жасқа шейін қалыптасамыз. Сенің басыңа келетін ойлар, одно и то же ойлар, сол эмоциялар күнде дағдыланып кеткен, сол әрекеттер, и сен өзіңнің жаңа дағдыланып кеткен, өзіңнің бессознательный какой-то программаларыңды обслуживать етумен ғұмырың өтіп кетеді да, соны обслуживать етіп жатсың қайта-қайта. Сен білмейсің өзің бессознательно. И представь себе, мысалға, әлемде 8 миллиард адам бар да. И 8 миллиард адамның басым көпшілігі кәдімгідей, біз құл деген сөзге ренжиміз да, бірақ біз құлмыз да кәдімгідей. Біз 8 миллиард адамның басым көпшілігі белгілі бір эгрегорлерді жаңағы энергия беруге, соларды қамтамасыз етуге біз кәдімгідей жұмыс істеп жатырмыз да. Мысалға, мынандай энергия бар деңіз, көзі бар, қара, мысалға, энергия көзі бар, мен бейшарамын деп аталады да, либо қарыз деген. Сен соны обслуживать етуге ғұмырың жарқын нәрсеге емес, жарық сәулеге емес, ана энергияға сен жұмыс істеп жатсың да, өйткені сол энергияға сен бойыңнан негативный энергия бөлінгендіктен сен сол эгрегорге бересің энергияңды, ол саған қайттан кері береді, и сен сол циклдың ортасында соның ғана құлы болуымен өмірің өтіп кетті да. Құл деген сөзге біз ренжиміз, на самом деле біз белгілі бір ситуациялардың, оқиғалардың құлы болып өмір сүреміз да. Немесе, например, я понимаю да, адам, мысалға, өзің білесің, сен маркетологсың да, маркетологияда, например, адамдардың белгілі бір жаңағы талпа адамдардың слабый жерлерін біледі да маркетологтар. И сол слабый точкаларға не қылады, ұрады. Мысалға, слабая точка, например, жұма деген, не деген бар ғой, мысалға, жұма күні қырғын не болады деген. Қырғын продажа болады, и қатты не болады жаңағы, распродажа болады деген, жұма деген. И анау оянбаған адам не істейді? Ол сол эгрегорды обслуживать, бір эгрегор маркетология бойынша, ойбай мен қалып қалдым, ақша жаңағы үлгеруім керек деген ішінде состояние. Оянбаған ғой, ол өз сезімінің құлы да, ол өзінің ішкі сезімдерінің, ойларының құлы, ол соларға обслуживать етіп жүр да, өзі емес. Яғни өзінің ішіндегі ойларына обслуживать етіп жүр, ойына келген істейді, сезімдеріне, и оның ішінде мынандай циклда сезім оянады да, мә қалып кеттің деген сезім оянады да, и сосын ол не істейді, соған автомат түрде қалып кеттім ойлар, қалып кеттім, как робот сияқты да, роботтың точкасын баса салдың да, қалып кеттің деген жаңағы эмоциялар келеді, ішінен бір қалып кеткен сияқты елдің бәрінен, и ол әрекет қалып кеттің, жүгіріп барып, өзі қалай жаңағы магазинге барғанын білмейді, қалай очередке тұрғанын білмейді, и ол заттың оған қажет па, қажетсіз ба деген осознанно сұраққа жауап бере алмайды да, и ол сол затты алмайынша, яғни қарызға кірсе де, кредитке кірсе де, яғни ол алады да, сол затты алып үйіне келіп, қалай келгенін өзі білмей қалады. Мен саған түсіндіре алып отырмын ба? Яғни белгілі бір, представь, аспанда белгілі бір эгрегорлер бар да, и ол эгрегорлер немен қоректенеді? Ол эгрегор деген сөзді бәлкім дұрыс пайдаланбай тұрған шығармын. Может, энергетический сгусток, либо маятник, Вадим Зеленовтың тілімен айтсақ. Яғни ол жаңағы несвободный, оянбаған душалар, жаңа эголардың әлсіз тұстарымен пайдаланады да. Например, сен қазір
мына халықты оянбаған адамды неге қорқыту оп-оңай да. Сен қазір инстаграмға алды, Алматыда бір құдай сақтасын бір маньяк пайда болды десің да, и сол маньяк туралы информацияны сала берсін. И мен саған айтайын, айналдырған бір аптаның ішінде мысалға оянбаған адамдардың 100% адамның если 95% оянбаған болса, бітті. Олар күндіз-түні оның ойы маньяк туралы ойлайды, күндіз-түні оның эмоциясы соған сәйкес эмоцияны сезінеді, күндіз-түні ол жан-жағында әрекеттерінің бәрі соған сәйкес бола бастайды да. Өйткені ол жаңағы адам өзінің мына ойын, эмоциясын полностью басқара алмайды. Ол кәдімгідей как марионетка, как кукла. Онымен можно, мысалға қазір доллар қымбаттап жатыр, немесе соғыс болып жатыр, ол бітті. Оның бүкіл дегбірі сенің белгілі бір жоғары кландардың қолында тұр ғой, түсіндіре алып тұрмын ба? Яғни мысалға биліктің өзі де осы тәсілді пайдаланады деп ойлаймын енді мен, өйткені халықты басқару үшін. Өйткені оянған адам жалпы ол уже ояну деген сөз не білесің ба? Освобождение. Ең бірінші мағынасы освобождение. Сен уже өзіңнің ойларыңнан, сені басқаратын эмоциядан, сені басқаратын жаңа әрекеттерден бессознательно сен освободился, сен үстінен көре аласың өзіңнің за пределы себя дейді. Жаңағы сен өзіңнің личностыңды четко көре аласың да, личностың неден тұрғанын. И сен мен мысалға оянған кезімде түсініп жатсың ғой, мұхит? Түсіндіріп жатырмын, мен түсініп жатырмын. Түсініп жатсың, иә. Енді мен мысалға оянған кезде өзімнің личностымды көрдім. Ё-моё, из чего я состою, да? Мысалға қарасам жаңағындай циклды обслужить етіп жүрген жаңағы матрица деген фильмді жүрген бәрі талпа. Сол талпаның біреуі менмін, яғни полный. Сіз қандай нәрселерді обслужить етіп жүр екенсіз ол өзіңіз сырттан көрген кезіңізде? Мен мысалға өте көп эгрегорларды семіртумен айналысқам. Мысалға менің семірткен эгрегорлерім бірі, например, аштан қалып қалам ба деген қорқыныш, жаңағы выживание, өзімді өзгелермен салыстыру, сосын жаңағы қажетсіз заттарды ала беру, өйткені өзімді қалдым деп ущемленный ойлаймын. Мысалға ол зат қажет па, қажет емес па, все время ала берем, одан кейін ол қарызға кіре берем. Яғни қарап отырсам менің өмірім, основной масса адамдардың ойлау жүйесі қандай, мен де сондай ойлау жүйесінде өмір сүрдім да. Яғни соған сәйкесінше сол циклдарды айналып жүре берем. Мысалға қарасаң, например, көптеген кітаптарда либо фильмдерде, духовный фильмдерде адам ұғады ғой оянған кезде, что ол өзінің белгілі бір мөлшерде құл екенін ұғады да. Мысалға, мен ненің құлымын? Қара, мен тұрам ұйқыдан, и біреу айтты, міне мынандай жаңағы зат бренд қазір модаға шықты деді. И бітті, мен құл не істеймін? Құл сол затты алғанша тыныштық таппайды, жұмыс істеймін. Ана жақта бір адам, например, мына қара, қазір түсіндіріп айтайын саған. Мысалға бір жоғарғы мынау, если пирамида деп қарайтын болсақ, жоғары жақта тұрған адам бір затты придумать етті. Все. Осы затты алмасаң, сен, адам емессің деген ойды бүкіл адамдардың миына салды. Мысалға, адамдардың миына бренд алмасаң, например, сен шеген алмасаң, сен адам емессің деді. Картенің шегесін алмасаң. И не істейді? Сен, тұрасың, ана картенің шегесін ойлайсың, күндізін саған қажет па, қажет емес па? Сен жауап бермейсің, өйткені сен масса алып жатыр. И сен масса алмаған үшін өзіңді бейшара сезінесің. Сен массадан қалып кеткен сияқты сезінесің. И сен ана құлсың да, өйткені сенде сол сезімдер, сол жаңағы ойлар, соған сәйкесінше эмоциялар, соған сәйкесінше әрекеттер жүр. И сен ол затты алғанша жан таласып жұмыс істейсің, кәдімгідей өліп тіріліп, ананы алдың, пәленбай миллион теңгеге, жаның табылған сияқты, тынышталған сияқты, сенде ол зат бар, көңілің тынышталған сияқты. Келесі зат шықты да. И сен қайтадан жұмыс істейсің, қайтадан жан таласасың, и ол затты алып тынасың да. Одан кейін тағы мен сол именно потребительский эгрегордың ең күшті құлы болған сияқтымын. Именно жаңағы адамдарды именно маркетологический эгрегор деген. Мысалға, жас кезімде менің енді қымбат заттар алуға ол кезде шамам болмады да. И ондай кездерде не істейтін тұғым? Жүгіріп барам да. Мысалға, бір жерде жеңілділік болып жатыр десе, жүгіріп барам, сәл маған эмоциям плохо болып жатса, бір эмоциональный жүгіріп барып, ол зат керек па, керек жоқ па, мен ешқандай өз-өзіме осознанно жауап бере алмаймын. Жүгіріп барып сол затты алып, содан қарызға кірем. Одан кейін ол қарыз төлеген келесі зат керек болады. Яғни менің эмоциям әбден мені тәуелділікті ұстап тұр да ішімдегі. Ол эмоция кейін істеді, ол эмоция ұлғайды да үлкен заттар қалып келді.
Енді ол басында кішкентай бір холодильник, плойка, анау дайсын майсын дегеннен құралды, кейін ол үлкен затқа. Яғни менің бақытсыздығым одан әрі күшейе берді да. Маған қолымда шеге болмаған үшін бақытсызбын, немесе менің жаңағы машинем болмаған үшін бақытсызбын. И мен представь себе, сонда менің бүкіл бір ғұмыр сол заттарды алумен өмірімнің барлығы өтіп кете ма деген ой келді да бір күні маған. Представь себе, мен сонда таңдау құлқы менде жоқ па, таңдау несі жоқ па, жаңағы мүмкіншілігі жоқ та. Яғни мен толпа что хочет, мен ол зат керек па, керек емес па, яғни отчет бере алмаймын. Яғни сондықтан мен, сен білесің, мысалға пәленбай брендтердің ең үйімде көкесі жатыр да, мысалға ол сумкалар маған қажет па, бітті, ананың қолында ол сумка бар ма, бітті, менің ішімдегі сезім алады да мені, анада бар, сен де қалып кеттің, яғни сен жаңағы бейшара болып тұрсың деген оймен мен сол затты алғанша жаным тыныш таппайды да. И сондықтан ояну деген сен освобождение, яғни сенің басқаратын коллективный сезімдері бар да, коллективный разумның сезімдері бар, либо сенің индивидуальный разумның сезімдері бар. Осының барлығынан басқарып, сен өзіңнің ойыңды, эмоцияңды, әрекетіңді сен өзің басқара аласың да, сен құл емессің, былайша айтқанда. Ты освобожденный. Теперь ты выбираешь, идти туда или не идти. Сенде таңдау бар да, ояну деген бірінші босау болатын болса, екінші таңдау. Сен уже таңдаусыз құл емессің да. Мысалға, елдің бәрі тұрмысқа шығып жатыр, ойбай, тез тұрмысқа шығуым керек. Жалғыздықтан қорқу деген мысалға эгрегор бар да. Жалғыздықтан қорқу деген эгрегор бүкіл жалғызбасты қыздардың басына, әйелдердің басына ол сезім жіберіп тұрады да. И олар анау тұрады, энергетический сгусток, саған сезім келеді. И сен как будто мен жалғызбын, мен бақытсызбын, мені ешкім сүймейді деген ойлармен, и сен істейсің, сол эгрегорды обслужить етіп, любой қарым-қатынасқа дайын боласың, любой сексуальный қарым-қатынасқа дайын болуы мүмкін. Яғни қарап отырсаң, осындай жаңағы болмайтын бір игралардың ортасында малтығып жүргеніңді ұғасың да, и сен должен остановиться. Куда ты идешь? Я не хочу бүкіл өмірімнің барлығын осылай обслуживать етуге арнағым келмейтінін ұқтым да, и мен тоқтадым. Мен енді толыққанды мысалға кемелділікке, толыққанды до конца кондицияма жеттім деп айтпаймын, бірақ қазірдің өзінде біраз нәрсені ұқтым, әлі де ұқпайтын нәрсем көп. Өте қызықты жүрім. Даже қазір арқырай не айтатынын білмей тұрмын. Ойланып кеттің, иә? Ойланып кеттім, иә. Мен де бұрын өзіме қатты салыстырып баға береді екенмін. Жаңа сіз айтып отқан соң. Анада анау бар, неге менде жоқ? Ең қызығы, бір қарасам өзімді 40-тағы әйел кісімен салыстырып жүрмін. Бір қарасам өзімді 50-дегі бір кісімен салыстырып аламын да, жаңағы финансовый жағдайына байланысты ше. Осы жақында құтылдым деп айтсам болады, бұл бір жаман аурудан. Өйткені мынау салыстыру мені бір бақыттылыққа апармады. Мен мысалы, анада машине бар деймін, жаңағыдай тура гольфист секілді. Демек ол машине мен де алуым керек деймін. Ол машине алам, алғаннан кейін не үшін алдым деген сұрақ қоямын. Потом бір емес екінші машине аламын. Біреудің 5 машинесі бар екен көремін, ол 5 машинені алуға тырысамын. Бірақ бір сұмдық не сезбедім жаңағыдай. Моментте ләззат аламадым ше. Келесі цель болып тұру керек болды да, келесісін деп. Бір қарасам өзімді жаңағыдай 40-тағы әйелмен салыстырып жүрмін, неге ананың жағдайы күшті, менікі онша емес, неге ананың қандай, неге мен мұндай деген сияқты. Кейін қарасам бір мынандай бір тұжырымға келдім. Әркімнің ол мен салыстырып жүрген жетістікке жету үшін әркім әртүрлі құн төлейді екен. Мен өзіме мынандай сұрақ қойдым. Мысалы, жаңағыдай 5 машинесі бар адамды көремін. Ананың өмірін қалайсың ғой енді? 5 машинесі бар. Немесе 5 үйі бар адамның көрем. Менде осындай үй болса екен, осы адамның өмірін қалаймын жаңағыдай. Кейін қарасам, сол жетістікке жету үшін оның төлеген құны әлде қайда көбірек екен да. Мен сұрақ қоямын өзіме, сен жаңа 5 үйді алу үшін оның берген құнын төлеуге дайынсың ба? Мысалы, ол біреуі денсаулықпен құнын төлеп саған, біреу баласымен құнын төлеп жатыр. Біреу жаңа отбасылық жағдаймен құн төлеп жатыр. Мен сөз түсіндім, мен ол жетістік үшін ондай құн төлеуге дайын емес екенмін. Онда сұрақ андай, единственный сол сұраққа жауап шыға келеді. Демек, онда ол жетістіктің сенде болмауына пока нормально. Егер сен ондай құнын төлеуге дайын болмасаң. Сіздің осыған ойыңыз қандай? Біріншіден, Мұхитжан, бүкіл әлем белгілі бір мөлшерде өзіне қажетсіз заттардың құлына айналған. Өйткені олардың барлығы сол заттың өзінде жоқ екендігіне қайғыру үстінде.
яғни біреу дегені көреді, мысалға бай болғысы келеді, кедей бай болғысы келеді, бай құдай болғысы келеді дегендей. Яғни полностью, например, коллективный разум бар да. Коллективный разумның ойы бойынша адамның өмір сүрудің белгілі бір сценарийі бар да. Қалай ол сценарий? Мысалға адамның бір машинасы болу керек, бір үйі болу керек, тағы не болу керек. Ол саған қыз бала болатын болса 20 жастан кейін тұрмысқа шығу керек, одан кейін оның күйеуі болу керек, ол күйеуі осындай идеальный болу керек. Яғни бізге ешқашанда қолымызға берілмеген белгілі бір сценарий, дұрыс өмір деген бізде сценарий бар да. Ол на самом деле ол дұрыс па бұрыс па ешкім білмейді да. И адамдар мына масса сол өмірін сол қиялдағы сценариймен салыстырады да, и соған сәйкес болмаған үшін не істейді? Қайғырады масса. Өйткені анау қиялдағы өмірмен сәйкес болып жатқан жоқ та. Қиялдағы өмір деген жоқ. Әркімнің өзінің ғұмыры бар да. Трафарет секілді. Трафарет сияқты тұрған нәрсеге, мысалға ажырасқан әйел ойлайды, мен неге күйеуім жоқ деп ойлайды, баласы жоқ ойлайды, мен неге балам жоқ деп ойлайды. Яғни бір кем дүние деген осы жерден келіп туындайды да. Бәрінің қиялында бір дұрыс ғұмырдың белгілі бір картинасы бар да. И оны бізге қолымызға бір өмірге келген кезде осылай ғұмыр кешіңдер деп ешкім бізге ондай қағазды берген жоқ. Ондай инструктаж берген жоқ, бірақ біз сонымен салыстырамыз. И бұл қайғыру бүкіл масса, мысалға 95% адамның басым көпшілігі мына ғұмырдың қазіргі сәттің сөлін алудың орнына в основном қайғыру үстінде. Бүкіл халықтан кәдімгідей қайғырған, мен бақытсызбын, менің қолымда осы зат жоқ, сондықтан мен бақытсызбын, мен жаңа машинам жоқ, көлігім жоқ, менің анауым жоқ деген қайғырған аура бүкіл әлемді не істеп тұр? Шарпып тұр да, қайғырған аура. И ол қайғырған аура ақылы бар адамдарға мысалға өте жаңағы выгодный, не дедім ғой мен, бизнес басқаруға, сатуға, сен олардың жаңағы нелерін, тетіктерін біліп отырады да. Мына маркетологтар, ақылды адамдар, олар олардың қай жерінде, например, өйткені олардың көпшілігі өздерінің ғұмырларының құнын біліп жатқан жоқ та. Мына өмірдің мәңгі емес екендігін, және сен қара да, мысалға сен ғұмырыңның барлығын затқа жұмсадың да, ол зат саған қажет па? Көп жағдайда біздің жаңа қалайтын заттарымыз өзіміздің де қалауымыз емес. Мысалға Еркебұлан Тоқтар гелен мініп жүр, я хочу гелен деген сияқты да, приблизительно. Либо анау мініп жүр, мен де хочу деген. И біз бүкіл ғұмырымыздың барлығы сол заттардың қалауымызды аңсаумен, өмірімізді отрицать етумен, ең негізгі приоритетте тұратын дүниелерге қарамаумен кетіп жатыр да. Өйткені біз қайғыру үшін энергозатратный процесс қой ол. Қайғырамыз, уайымдаймыз, соған кетеміз да. Біз баламызбен сөйлесуге уақыт жоқ. Қайғырып жатқан адам қай уақытта баласымен сөйлеседі? Ол күндіз-түні қайғырып жатыр ғой, менде неге ақша жоқ деп. Әйелімен жақсы қарым-қатынас құруға, балық аулауға, өзі үйінде тамақ істеуге, қазіргі сәттің сөлін алуға, далада жаяу жүруге, өмірдің бір белгілі бір осознаниене келуге, немесе артында бір із қалдыруға ешқандай ой жоқ ол адамда. Өйткені ол қайғыруды не істеп жатыр? Менде неге осы зат жоқ деген қайғыруды абсолют етіп жатыр. Мен де солардың бірімін. Менің де просто мен деп өзім не істеп жатқанымды просто көре алдым да. Яғни сондықтан осы масса бүйтіп айналып жатыр да. Енді сен есіңді жиған кезде, что сен түсінесің да, көп заттың на самом деле саған қажет жоқ. Оянған адамдардың айырмашылығын айтып берейін ба? Айтып беріңіз. Оянған адамдарды мен көрдім да әлемде, пробужденный, просветленный адамдардың, и оларды невозможно управлять. Сен оларға, мынандай картең жоқ, сен бақытсызсың деп айта алмайсың. Оларда бір индивидуальность, аутентичность ашылғанда, яғни олар өздеріне четко не керек екенін біледі. Олар масса қалап жатқан дүниені қаламайды. Олар өздерінің іштерінде шын қалайтын дүниелерін біледі. Сондықтан мысалға бір скачок деген кітап болды да, Канадада шыққан. Ол кітаптың қазір авторын ұмытып отырмын. Экхарт Толленің несімен, предисловиесімен шыққанда, сол кезде жаңа кітаптың авторы әлемдегі оянған адамдардың ғұмырын зерттеуге арнайды ғой. Солармен кездеседі, сол адамдардың. И адамдарда мынау амбиция бар ғой, бүкіл оянбаған адамдарға лайықты арналған амбиция деген эгрегор бар да. Бітті оларға как будто қалып кеткен сияқты амбиция. И сонда жаңа оянған адамдардың басым көпшілігі жаңа фермаларға кетеді, өсімдік өсіреді, андай амбициялары тынышталады да, и бір кәдімгідей мына күндерін сағышса созған спокойный бір тіршілікке өте бастайды.
оларды сен андай олар үшін адам жақындары құндылық, спокойный ғұмыр, кешкісін күйеуі бүйтіп отырып өзі оттап пісіріп тамақ пісіруі мүмкін, олар жанталаспайды, біреуден қалып кеттіміз демейді, елдің бәрі озып жатыр, менде ана зат жоқ демейді. Олар мысалы үйді алса өздерінің қалау үшін давай осындай бір ағаштармен салынған үйде тұрайық. Короче, ешкіммен салыстырмайды да. Давай осындай бір айналып келетін сияқты өйтіп. Үлкен алхимиктағы недегідей ше, алтын іздеп шығады, өйтіп айналып келеді да, ең соңында сол бастаған жеріне бірақ басқадан болып келеді. Басқадан болып түйіседі да, короче. И спокойно жаңағы өздерінің, өйткені біледі да, мына ғұмырдың адам ретіндегі ғұмырдың уақытша екенін біледі. Сосын жаңағы өздерінің екеуі кино көреді, ана бір кішкентай өздеріне ғана ұнайды. Уютный тіршілік. Артық ақша саған сен білесің да, например, әлемдегі ең мықты, ұмытпасам, Нобель сыйлығын алған ба екен, қазір мен жөндесеңіздер, жазушы бар да, жапон жазушысы Мураками, ұмытпасам. Айта беріңіз. Сонда жаңағы ол өмір сүру жаңағы кісінің, представь, әлемдегі ең ақылды адамдар осындай өмірге мына ардыр-дұрдыдан алыстайды да, өйткені жаңағы ол кісінің өмір сүру дағдысы қандай да, ол кісі әйел екеу ғана тұрады, шағын үйде, таңертең 6-та тұрады екен, жаяу жүріп келеді, өз тамақ істейді, өз ыдыс жуады. Представь себе, ол кісінің бүкіл кітаптары пәленбай 40-50 тілге аударылып, оған ақша жаңағы үздіксіз келуде да, бірақ ана даңғаза, ана эгоның даңғазасы өліп қалады да, адам душамен өмір сүреді. Ана эго, личностьтің даңғазалары өледі. Мен анау кісі өзінің кітабын жазып қояды, тыныш қана түстен кейін барып, жаңа мызғып алады есіктің алдында. Я тоже мечтаю о такой жизни. Мынау өтірік, алшыныс, даңғаза, салыстыру, жарысу. Менің қазіргі арманым, мысалы, кеше ғана айттым, мысалы, Португалиядан бір үй алып алып, балалармен кешкісін кино көріп. Қазіргі стандартты адамның өмірін сүреді ғой, сондай, былай айтқанда. Дұрыс өмір сүрді. Мысалы, бұл ақшасыздық деген емес қой. Мысалы, Мураками өзінің целін жасап отыр, кітаптарын жыл сайын беріп отыр. Анау бүкіл масса ақмақтардың, Құдай өзі кешірсін ақмақ деген сөзіме, но бессознательный надандығымыздың белгісі да, өйткені біз сол надандықтан өтуіміз керек болды да, сол мясорубкадан өттік бәріміз. И любой, Толленің сөзі бар да, любой қайғыру алып келетін жолы біреу дейді да, оны оянуға алып келатыр деп. Өйткені барлығы одан өтпейінше сен анаған қарай өте алмайсың. Ол есік та, сол қайғыру арқылы сен бәрі түбінде. Но ерте оянған жақсы ғой. Өйткені анау ғұмыр сен ешкіммен асықпайтын, аптықпайтын, жанталаспайтын, тыныш, рахат, салыстырмайтын, бір отношениеде бір тереңдік бар, әр нәрсенің бір спокойно өзін көре алатын ғұмыр, ол екінің біріне бұйырмаған. Мураками қаласа Ламборджини ала алады. Ламборджини не, ол зәулім сарай ала алады ғой. Бірақ жаңағы өзінің стилінде. Оған ол ойын қызық емес уже. Ойын қызық емес. Бір сөзбен айтқанда қазіргі бір стандартты өмірге келеді. Мысалы, тура сондай кішкентай үйде өзі тамақ жасап жатқан бір адамдар өмір сүріп жатыр. Сөйтіп негізі бәріміз сөйтіп өмір сүріп жатырмық. Бірақ біз бақытсызбыз деп тұр. Олар бақытты. Сонда таңдаудың ғана әңгімесі ғой. Әйтпесе тура сол Харуки Муракамидің өмірін сүріп отырық қой қазір. Тура сол өмір сенде тұр, күшті нәрсе айттың. Тура сол ғұмыр сенде тұр. Просто сен жаңағы мен бақытсызбын осы заттарға жетпегенім үшін дегенді алып тастап, оянып, өзінің личностіңді көріп, таңертең тұрдың, жаяу жүріп келдің, табиғатыңды көрдің, әдемі қылып тамағыңды пісіріп алдың, завтрагыңды балаларыңмен іштің, жаттығуын жасап қойдың, балаларыңмен сөйлестің. Ал қазір ана бүкіл халықтың қазір бар ғой, мысалға Садгурудың сөзі бар ғой, адамзат дейді, жалпы өзі адамзат жаратылыс ғұмырында дейді, қазіргідегідей өмір сүру деңгейі жеңіл болған кезеңде өмір сүрген жоқ та. Біз қазіргі өмір сүру деңгейіміз анағұрлым прям ешнәрсе істемейміз, барлығы электр қондырғылардың арқасында ақша табу вообще оңай болып кеткен. Мынандай бір күшті сөз бар. Бірақ адамзат дейді, қазір аяқтай салайын, адамзат дәл қазіргідей бақытсыздығын бірақ ешқашанда болған жоқ та. Дәл қазір кедейдің үйіндегі диван дейді, кезіндегі Египеттің фараонының тағынан мықты дейді. Сол сияқты ғой, иә. Но адамзат қазір салыстырумен, қалып кеттім деумен, дәл қазіргідегідей бақытсыз болып көрген жоқ дейді. Бірақ бұның да бір енді қайыры бар шығар деп ойлаймын, өйткені бұның барлығы адамзаттың белгілі бір мөлшерде оянуына. Маған жаңағы өзім айтқан сөзіме қатты өтіп кетті. Мен по сути Харуки Муракамидің өмірін сүріп отырмын ғой. Бала шағаң, өзің тамақ жасап, шүкір, әкең бар, шешең бар, Құдайға шүкір, асың бар, бәрі бар ғой. Аштан өліп отқан жоқ. Былай қарасаң, качество жизни бірдей. Бірақ
анау бақытты мынау бақытсыз иә сонда тек өмірге тек айналып келіп ана бар ғой баяғыда короче Харуки Муракамидің бізден айырмашылығы бар, оның счетында бәленбай миллиардтар жылтыр болды. Качество жизни бірдей. Представь себе, сонда ол андай зәулім үйде неғып тұрған жоқ та. На самом деле адам неғұрлым байлыққа жеткен сайын, адам неғұрлым кемелденген сайын, адам неғұрлым оянған сайын, что қарапайым өмірді жақсы көретін болды. Толстойдың өзі өмірден өтетін кезде ана жер қазатын ормандағы адамдармен сөйлесіп, солардың өмір сүру дағдыларын қызық көріп, сондай қыла бастағанда, наоборот, қазір мен ойлаймын, әлем осы қарапайым тыныш өмірдің ләззатынан рахат алу керек деп ойлаймын да. Мысалға, и не обязательно счетыңда ақша болу, Мураками сияқты өзің ісіңді істей бер, но тот же өмір ғой, тот же өмір, тот же үй, тот же бала-шаға, тот же жағдайда өте қарапайым тұрады, өте қызық ғой. Ондай адамдар өте көп. Мен просто қазір Харуки Мураками менде өте көп бай, именно бай ауқатты адамдар, бай болып көрінгісі келетін емес, бай ауқатты адамдарды көрдім. Олар мысалы ол байлығын көрсетуге тырыспайды, керісінше жаңағыдай қарапайым адамның киімін киіп алған, үйлері қарапайым, есіктің алдына көрет егеді. Дэвид Бекхэм туралы, яғни Netflixте Дэвид Бекхэм туралы 5 сериалы фильм бар, міндетті түрде көріңізші деп. Сонда Бекхэмнің өзі қазір есіктің алдында тауықтарды қуып, огородты егіп, жаңағыдай спокойный өмір кешіп жүр ғой. Сондықтан бұл бір мен өте көп достарым арасында да, нелер арасында да бір мынандай бір тенденцияны байқаған. Мысалы, ауылда тұрған балалар, қазір жастар, олар қалаға шығып байығысы, неғысы келеді. Бірақ осы қалада бай болып, ауқатты болып, белгілі бір деңгейге жеткен адамдар, бір ауылдан үй алып алсам, бір кішігірім қой алып алсам, сол қой бағып, артында жүрсем деп армандайды да. Сонда жаңа сіз айтқан мынау бір цикл да, мынау мынаны армандайды, анау ананы армандайды. Жоқ, былай жүріп өтіп, анау жаңағы не ғой, алхимик қой. Айналып келген кезде өзіңнің бастаған жеріңе келесің, бірақ уже бақытты берсең де келесің де, алхимик. Сонда мен ойлаймын да, сол сенің оянып біткенің ғой, соны түсінген ғой Пауло Коэльо. Жоқ, енді вопрос, сонда счеттағы ақшасыз-ақ жасауға болады ғой негізі оны? Именно счеттағы ақшасыз-ақ жасаған кезіңде сенің бақытың еселенеді ғой. Квантовый переходтың негізгі айтатын идеясы осы ғой. Сен жаңағы анау деп отқан игра ғой анау. Представь себе, қан базар кәдімгідей, біреу жан таласып жатыр, біреу жылап жатыр, біреу бейшара болып сезініп жатыр. Мен ол қан базардан өзің суырып ал да, просто тіршіліктің қарапайым сәттерінен ләззат алып, рахмет айтып, тірі болған үшін әр сәтті сезініп, аспанды қарап сезініп, өмірдің өткінші екенін біліп, жүрегіңді махаббатқа толтырып, ана эгоңды ана жақтан аршып ала алатын болсаң осы ғұмырыңда, сенің өміріңде сол кезде күтпеген нелер келе бастайды. Ақша келеді, күтпеген өзгерістер келеді, күтпеген мүмкіншіліктер келеді. Либо сен жаңағы деп хаостың ішінде ана эгрегорлердің бәрін обслужить етумен, соның құлы болумен ғұмырың өтіп кетеді. Мен жаңа бір ойды как раз айтам деген кезде уақыт өтіп неғып кеттімші, соны қайттан бір айтқым келіп тұрды. Сіз жаңа бір күшті сөз айттыңыз. Бір идеальный өмірдің трафареті бар, картинасы бар. Адамдардың бәрі соған өзіне салыстырып алады да, жаңағыдай қиналып, тұншығып жүр. Мынау болмады деп. Бірақ ол идеалды өмірдің трафаретін кім ұсынғанын да білмейміз. Бірақ қоғамда сондай бар, мысалы коллективный 30 жаста мынау болу керек, 40-да мынау болу керек, 50-де мынау болу керек деген сияқты. Не идеальный, сен 60-та келуі мүмкін сен. Енді осы жерде бір неғым келіп тұр да, тағы ойым бөлініп кетті. Айта бер. Ол трафаретқа келді, келмеді деген нәрседе ол жаңағы оянбаған адамның бір несі ғой, тұжырымы ғой. Ақиқатында сенің өмірің идеальный. Ақиқатында идеальный өмір жоқ, осы не идеальнысымен сенің өмірің. Не идеальнысымен идеальный. Проблемасымен идеальный. Әркімнің, мысалға 30 жаста бай болу керек деген ұғым жоқ та. Сен 70 жаста бай болуы мүмкін, сен 40 жаста бай болуы мүмкін, я не знаю, қай уақытта келетін сен білмейсің да. Сен өзіңнің өміріңнің не идеальнысымен соны жақсы көре бастаған кезде, уникальнысымен сол кезде саған өміріңді сүйе бастайсың да. Әр адам өзінің өмірін шексіз сүюді үйрену керек қой. Өйткені қара, мысалға мұхит, қазір сенің алдында өмір тұр. Міне қазір болып жатыр өмірді. И
енді бұл келесі бәлкім алдағы уақыттарда бір ютубқа глубинаға кетіп жатсақ айтармыз. На самом деле қазір айтқым келеді да, біз личностьтан тұрамыз. Міне сен личность, мұхит деген личность, оның 3 баласы бар, оның жаңа ойлары бар, оның белгілі бір нелері бар. Сол личностьтан бөлек сознание бар. Осы личностьқа қарап тұрған. Яғни біз наблюдателіміз, сознаниеміз. Бұл енді қиын тақырыпта, алдағы уақытта мен осы тақырыпты бәлкім айтып қалармын. Сонда сол сознание, мәңгі өлмейтін сознание, яғни душа, сознание бір. Сана, ес деп атасың да болады, ес. Сол Құдайға кетеді. Сенің личностың осы ғұмырда ғана бітті өледі қалады. Одан кейін қазір ол осы мұхиттың ғұмырын кешіп жатсың да енді. И сол мы дейді, сознание, которое смотрит, что происходит сейчас дейді. Толленің сөзі. Біз қазіргі сәтке қарап тұрған сознаниеміз. Енді осы сознаниенің өзі өмір болып табылады да. Сен жоқ кезде мына өмір жоқ. Сен бар кезде ғана бар да. Сен соны өмірді не істеп жатсың? Познать етіп көру үстіндесің. Каково это қазір? Әр түрлі нәрселерден өзіңді познать ету үстіндесің. Бизнесмен болып познать етіп көрдің, әке болып познать етіп жатсың. Каково, сен оны познать етпесің, дәмін білмейсің ғой. Қыз баланы әкесі болу қандай, ұл баланың әкесі болу қандай, жар болу қандай, сүю қандай, барлығын біз өмірге тек қана душа познанияға келді. Осы личностьқа кіру арқылы сознание познать етуде. Без личности ол не может познать да. Но менің қазіргі адамдарға ұғындырғым келіп жүретін дүние, біз личностьқа қатты жабысып қалғанбыз да өзіміздің. Өйткені сондықтан личностьтан айырылсақ, өмір бітіп қалатын сияқты ойлаймыз да. И прям теломызға жабысып тұрмыз, өзіміздің ойымызға жабысып тұрмыз, и умымызға жабысып тұрмыз бәріне. И осы жабысқан кезде бізге қаншалықты привязанность соншалықты біз шайқатқызып жатыр да, қазіргі ояну процесінде. Сондықтан бәрін босаңсытып тастау керек та, привязывать етпей. Өзің умыңды босаңсытып, бәрін ақиқат деп сене бермей, жаңағы өзіңнің телаңды босаңсыту керек, и полностью сезімдеріңді, яғни сен өзіңнің личностьтан ыдырауың керек та. Кішкене личностьті, Садгуру айтады, иногда ұйықтайтын кезде хотя бы личностьтің киімін шешіп қойшы қарағым дейді. Будь простым, чистым сознанием. Никем, нигде, вне времени. Яғни пустой бол дейді да. Пустой. Мен қазір саған қарап отырып пустойға кіріп отырмын. Мен осыны алдағы уақытта өзімнің YouTube каналымның сүйікті оқырмандарыма үйрететін шығармын. Яғни ешқандай ойсыз, ешқандай жаңағы эмоциясыз, ешқандай әрекетсіз пустой болу. Просто сознанияға айналу. Сен сол кезде не істейсің? Өзіңнің эгоңнан за пределы себя шықтың. Сен өзіңнің эгоңды, либо өзің личностыңды көре аласың. Ойларыңды көре аласың. Көрдің бе, сен ұйқыға тартып барады, қазір осы оқиғаны айта бастадым. Ойланып отырмын, мен просто ойланып кеттің. Ойдың ешқандай көбін жағдайда ойдың қажеті жоқ та, ойдың бәрі ақиқат емес. Ой ең главный жаңағы интерпретатор, ең главный алдаушы ой ғой. Соны ойдың ішіне кіріп, мыслительный процессті аса не стоит любить да. Когда мы любим мыслить етіп, мыслительный процесске кіріп кеткен сайын біз өзіміздің импульсивімізді, спонтанысымызды, свежесімізді жоғалтамыз да. Все время ойдың ішінде бір қалыпты кетіп қаламыз. Сондықтан ояну деген, жаңағы осознанностьқа айналу деген өзіңді личностьтан ажыратып көре алу. Енді бұл өте ауыр тақырып. Мен алдағы уақытта бұл тақырыпты прям қарапайым тілмен, спокойно, асықпай тарқататын боламын. Өйткені бүгінгі тақырыптың аясы басқа тақырыпқа қарай өтіп кеттік. Сондықтан сәл артқа қарай қайтып, өйткені мамам кәдімгідей ауыр болып кетті мына тақырып ше. Ауыр. Артқа қарай қайтсақ, мен қазір сіздің оқырмандарыңыздың среднестатистический несімін, жаңағыдай атыға бейнесімін, қалпымын дейші. Иә. Маған жаңа сұрақ қызық, артқа қарай қайтайық. Жаңа ең баста бізге звондаған кісі бар, өзінің проблемасын айтты, жаловаться етті, оның шешімін не қылды. И мен қазір неке мынандай бір неге келіп тұрмын. Ол неге ол проблема деп көріп тұр? Себебі бір идеальный картина бар. Сол идеальный картинаға совпадать етпегендіктен ол проблема болып тұр. Солай ғой. Себебі оның жаңа көзқарасында адамның өмір сүру ғұмыры бар, соған сәйкес келмей тұр. Жаңа оның көрген картинасына, себебі оның ойынша ол проблема болмау керек еді, немесе ол ондай болмау керек еді деген сияқты. Бірақ мен қазір мынандай түсінікке келіп тұрмын. Салыстыру ол бесполезно, иә? Салыстыру ол бесполезно, потому что жаңағы орта идеалды өмір сүру картинасын бізге кім ұсынғанын, және не үшін ұсынғанын да білмейміз, неге ондай болу керектігін де білмейміз, иә. Сонда мынандай бір идея келіп тұрмын да, әркім өзінің жаңа сіз айтқандай не идеальный өмірімен идеальный болып тұр. Проблемасымен идеальный болып тұр. Ол өзінің қарызымен идеальный болып тұр. Демек ол
бір нәрсеге алып келе жатыр ғой ол нәрсе. Оның өміріндегі сол оқиға оның оянуына алып келе жатыр. Алып келе жатыр. Себебі басқаша оянбайды. Жоғары құн төлеп қажет жоқ деп ойлаймын да. Жалко да, денсаулық бересің, өмір бересің, жылдарыңды беріп қоясың. Неғұрлым біз айтады да, шокировать етеді деп оятқызады да. Онсыз сен өзің басыңмен спокойно, осознанно білім алу арқылы келген, оның жөні бір бөлек та. Енді осы жерде не қалай сол болып жатқан проблемаларды, болып жатқан қиыншылықтарды қалай қабылдауға болады? Жақсы көріп, жаңағыдай білмеймін мен, салыстырмай идеальный өмірмен, баға бермей, неге бұл менің басыма беріп жатыр? Мы боимся своих чувств. Түсіндіресің бе? Яғни ол кісі қазір маған не үшін звондап тұр, білесің бе? Өйткені ішінде аласапыран сезім болып жатыр. И ол сезімінен қорқып тұр. Мәселе сырттағы оқиғада емес, мәселе сенің ішіңдегі сезімдерде да. Өйткені сезім саған тыныштық бермей жатыр да. Сен ол кісі шайын іше алмай отыр, өйткені ішінде қатты аласапыран андай эмоция көтеріліп тұр. Қарашы мысалға, например, кеше менің алдыма бір кісі келді да, и ол мысалға ол кісінің баласы наркоман болған да. Бауыры наркоман болған екен да. Сосын анасы және наркоман, мысалға оқиға. Наркоман баласы қайта-қайта наркотаға тәуелді да. И анасын естейді, анасының ішінде қайта-қайтана сезім көтеріледі. Ана оқиғаға байланысты шарасыздық, отчаяние, өмірден түңілу, бақытсыз сезіну, балам наркоман болды ғой, енді қайтем деген әртүрлі бағалау, восприятие деп атайды, яғни оның ішінде сезім көтеріледі. Түсіндіріп тұрмын ба? Түсіндіре алдыңыз. Иә, сол сезімді міне пучок сезім көтеріліп тұр ол кісіде. Сосын оны естейді, анау сезіміне ие бола алмағандықтан, жаңағы мен әңгіменің басында айтқандай, мұхитқа, малтыға бергендіктен, қайта-қайта ол сезім қатты қиналғандықтан, ол оқиғаға біз өзіміздің сезіміміз арқылы баға беріп тұрық қой. Сол сезіміне қайта-қайта бата бергендіктен, сезіміне қиналып кеткеннен кейін ол тілейді Құдайдан. Баламды алшы дейді ғой. Яғни содан кейін көп ұзамай баласы, яғни передозировкадан қайтыс болды дейді да. Бірақ дейді, ол сезіммен жұмыс істеген жоқ қой. Ол бала как будто причина ғана алдып тұр да, ол причинамен. Но сен бүкіл причинаны шақырып тұрған сенің ішкі сезімің ғой. Ол әйел айтып тұр, мен мысалға жаңа маған звондаған әйел айтып тұр, например, қарызым жабылса болды деп. Но ішіндегі причинасымен ана же не работает же. Сол қарызды шақырып тұрған оның ішінде белгілі бір наркоман сияқты тәуелді сезімдер болып тұр ғой, түсіндің ба? Яғни анау әйел наркоман баласынан айырылғаннан кейін, қазір түсіндіріп ұғындырып тұрмын ба? Наркоман баласынан айырылғаннан кейін екінші баласы наркоман болады да. Теперь она же не может екінші баласын тоже Құдайға алшы деп айта алмайды дейді да. Уже ана сезіміне ие болмағандықтан Құдайдан тіл мен ал дейді ол. И қайтыс болады да. На самом деле мен айтайын деп тұрған бұл жердегі оқиға, яғни әңгіме. Біздің бүкіл мынау өміріміз, мысалға менің кеше күшті, мен английский мұғалімім Индияда бір күшті ұстазға барады да, жыл сайын содан барып не алады. Сол кезде ол айтады да, мынау реальность дейді да. Сознание дейді, реальностьті секундтан да жылдам уақытта не қыла салады дейді. Реальность это иллюзия. Саған мен айтатын сөзім бір ғой. Кешегі күнің қайда, алдыңғы күнің қайда. Мен әңгімем өте ауыр болып жатыр, біліп отырмын. Бір әңгімеден соң бір әңгімеге ауысып жатқанмын, бірақ тыңдай беріңіздер. Түсінуге тырысыңыздар, иә. Енді қараңыз, мынау фук еткізіп, мынау реальность сақ-сақ еткізіп жинала салады екен да. Реальность. Ол сенің ішіңдегі сезімдеріңе сәйкес жиналады да, түсіндің ба? Яғни сондықтан адам анау болып жатқан себеппен емес, оның салдарымен, яғни салдарымен емес, негізгі себебімен, өзінің ішкі әлемімен жұмыс істеу керек қой. Енді мен бұл нәрсені саған не үшін айттым? Қазір біздің ішімізде әртүрлі сезімдерден тұрамыз. И ол сезімдердің барлығына біз тәуелді болып қалғанбыз. И ол сезімдерді біз сезінбесек өмір сүре алмаймыз. Сол сезімдер біздің өміріміздегі оқиғаларды шақырады дедім. Мысалға қазір енді біз өз сезімдерімізден не істеп тұрық? Қорқып тұрық. Почему ты боишься, что ты боишься деген сөз бар да. Түсіндіре алып тұрмын ба? Или кетіп қалдым, фокусың кішкене распакетсір. Мен жаңағы бір ойымды сізге, сіздің сөзіңізді бөлмей, жаңағы ойымды айту үшін сақтап отырмын. Не важно ол ой. Короче, важно болатын болса қайтып келеді. Қара, мысалға, біз өзіміздің жаңағы сезімдерімізден қорқып жатырық қой. Оқиға емес мәселе. Біздің ішіміздегі сезімдер, сол оқиғаға байланысты бағаларымыз. Енді сенің ішіңде қазір, қара, мен ақшасыз қалам ба деген не болып тұр деді. Выживанияның сезімі бар. Мен ақшасыз қалам ба. И сені ол сезім не істейді? Көтеріледі программа. И сенің ішінде соған байланысты қорқыныш көбейеді, жаңа уайым көбейеді. Ақшасыз қалам ба деген сезім көтеріледі. И ойларың, мен ақшасыз қалам ба, Құдайым ай, бір нәрсе деген нәрсе келеді да. И сен не істейді өміріңде? Ақшасыздық оқиға алып келе береді, алып келеді. Ал енді мен саған осыдан қазір ежесекундно шығарып бере аламын ба?
жоқ, мен осы жерде бірдеңе айтайыншы, Айта пожалуйста. Сіз жаңа маған осы 2 сұрақ қойдыңыз ғой, жаңағыдай ақшасыз қалам ба деген қорқыныш іздеші деді. Мен шынымды айтайын, іздеуге тырыстым. Ол қазір жоқ қой енді. Иә. Ол моментінде шығады. Қазір айтайын. Екінші жаңа көлік, біреу қызығып көлік алды, сенде сол қызғаныш сезімін іздеші. Ең қызығы, мен қазір түсіндім. Менде бір күшті бір гениальный открытие болып тұр өзіме для себя. Менің өмірімде бұл проблемалар не үшін болды жаңағы? Мен ақшасыздан қалам ба деген қорқыныш менде бұрын өте қатты актуальный болатын. Мен ақшасыз қалып көрдім. Менде жаңа біреумен салыстырып өзіңе баға беру деген не болды? Жаңағыдай сондай қорқыныштар болды. Мен оңтап өтіп көрдім. Ең қызығы, қазір мен мынандай бір тұжырымға келіп тұрмын. Өміріндегі проблемалар сенің белгілі бір сабақ алуыңа алып келеді екен. Мен ақшасыз қалып көргеннен кейін, өлмейтінімдігі түсінгеннен, менде қазір ақшасыз қалу деген қорқыныш жоқ. Түсіндіре алдым ба? Сенде жоқ па? Иә, біреуді салыстырып не көргеннен кейін, жаңағыдай салыстырып көлік ал, анау мынау деп, мен оны жарыс көрдім ғой. Мен оны алдым ғой. Менде қазір ондай не жоқ екен. Демек, мен өзіме қазір мынандай бір тұжырымға келіп тұрмын да. Сенің өмірінде болып жатқан неке бір проблемалар сабақ беру үшін келеді. Сабағын алсаң, жабылды. Сабағын алмасаң, ол екі есе құнмен келесі сабағын беру үшін проблема болып келеді. Иә, қайта айналып, циклдан айналып. Иә, мен возможно қазір басқа бір сабақтың несінде тұрмын. Дәрісінде. Несінде тұрмын. Бірақ жаңа тура сіз екі айтқан нәрсенің мен сабағын алған сияқтымын. Уже жоқ дейсің сенің өмірінде. Иә. Себебі егер шынымен айтатын болсам, ақшасыз қалудан жаңа Муракамидің мысалында болсын, ананың мысалында болсын, ақшасыз қалудан қорқу ол коллективный боль да. Бүкіл коллективный адамдарда бар сезімдердің бірі болып табылады да, кәдімгідей адам ақшасы. Ең қызығы, мен ақшам бар кезде ақшасыз қалудан қорықтым, жаңа тура сіз айтқан секілді. Ол ой ақшасыздыққа алып келді. Ол прям шарықтау шегіне дейін жетіп, дірілдейтін моментке дейін апарды. Ақшасыз қалып көрдім. Вообще нөл ақшасыз қалып көрдім. Өлмейтінін түсіндім. Сабағымды алдым. Ақшасыз қалудан қорықпаймын. Түсіндіре алдым ба? Иә. Енді қазір не жақта, ар жақта ақшасыз қалудан қорқатын адамдарға қатысты айтайық. Давайте, иә. Не обязательно оны проживать дейсіз ғой. Иә. Ол адамдарға айтайық. Мысалға қазір ол адамдарда ақшасыз қалам деген қорқыныш көтерілді. Телада сезім көтерілді. Мен бұл жерде кішкене сезім туралы айтқым келіп тұр да. Ол сезім көтерілді. Жаңағы әйелім мысалы маған не үшін звондап тұр? Сезімі қинап жатқан екен звондап тұр ғой. Оқиға емес, оның ішкі восприятие, сезімі қинап жатыр ғой. Сол үшін маған звондап, помоги мне деп тұр ғой, өйткені сезіміне ие бола алмай жатыр ғой. Адамдардың оқиға кезінде көтеріліп кететін сезімі бар ғой. Мысалы, бір туысқаны қайтыс болды, сезім көтеріледі. Мысалға, өмірінде бір күрделі оқиға болды, сезім көтеріледі. Соны басқаруды үйренсе деп жатырмын, түсіндіңіз бе? Иә, түсіндім. Мәселе, сен қазір күшті болып отырсың, ертең Құдай сақтасын өмірімізде қандай да бір оқиға болғанда біз сезіміміз көтеріле береді. И сол кезеңдерде мысалға сол сезімді басқаруды меңгеру керексің да, проживать етуді. Соны қазір мен сіздерге түсіндіргелі отырмын. И сенің алдында қазір басқа кезең келуі мүмкін да. Жаңағы басқа бір игралар, басқа бір дәріс келуі мүмкін. Сондықтан мысалға сезім көтерілді, ақшасыз қалам ба деген уайым көтерілді. Енді мен айтам, қазір сен сол сезімді дыши деймін да, сол сезімді шығар, усиливать ет, шығар, көтер, тықпа, қашпа. Біз бәріміз сезімдерімізден қашамыз, проживать еткіміз келмейді, оны жауып тастағымыз келеді. Жоқ, бері қарай шығар и оған тіке қара деймін. Сол сезімге қара да соған қарай дыши деймін. Енді ол дышать етіп отқан кезде мынау ақшасыз қалам ба деген сезімді қалдырды, ал ойды оның қасында екеуі ой мен сезім бүйтіп қатар болып тұр ғой, екеуін ажыратып таста. Түсіндіре алып тұрмын ба? Толық түсініп жатсың ба? Мысалға, ақшасыз қалам ба деген қорқыныштың қасында ой бар и эмоция бар. Екеуін былай басын алда бүйтіп ажыратып таста. Мысалға, ой, ақшасыз қалам ба деген ой қалды. Ой бөлек қой, сезімді бөлек қой. Қорқыныш не бөлек? Сезім, эмоцияны бөлек қой. И мысалға, енді сезімді алда, сезім десеңше, ойсыз бар ғой, сезім бар ғой. Никто болып қалады ғой. Потому что оны 1000 есе, миллиард есе усиливать ететін ой ғана. Ал сезім, например, бір легкий ощущение сияқты сразу ағып кетеді да. Біздің өзіміздің жалпы адам өз сосудта любой нәрсені ағызып отыратын. Біз арқылы барлығы өтеді. Мынау сознание біз арқылы бәрі өтіп жатыр. Өте береді. Кезеңдер өтеді, сезімдер өтеді, ощущение өтеді, реакция өтеді, восприятие өтеді да. И сен қазір мынау ойды отключать етіп тастасаң, на самом деле бүкіл адамзатқа ойын отключать етуді меңгерсе деп ойлаймын. Оянған адам ойын отключать етіледі. Разница только в этом.
мысалға ойды алып тастасаң сезімді қалдыра бер, либо қатты бір қорқыныш жаңағы әйелге, мысалы мен бақытсызбын, қарыз болып тұрмын деген нәрсені сезімді сезіне бер, сезімді қорықпай сезін, нормально, яғни жаның қиналмайды да, но сол сезімді усиливать етіп тұрған, миллиард есе усиливать етіп тұрған ой болып табылады. Түсіндіріп тұрмын ба? Түсіндіре алдыңыз. Мен түсіндім. Ұғындыра алдың ба? Өйткені ойды отключать етсе, анау сезім ондай қорқынышты емес. Ол алады сразу денеңнен бір 2-ақ минуттың ішінде ақып кетеді. Сезім мимолетный. Сезім мимолетный. Оны қайта-қайта шақырып отырған, оны қайта-қайта неғып отырған, мынау эго басындағы сол программа болып табылады. Сондықтан әркім өзінің ойын басқаруды, ойын отключать етуді үйрену керек деп есептеймін да. Сол жаңағы дыхательные упражнениялар. Оны келесі сабақта айтамыз. Келесі подкастқа да бір халыққа не қалдырып қойайық, интрижка. Қорытындылайық. Өте керемет подкаст болды. Мен өзім андай бір басқа деңгейге шыққан сияқты болып отырмын. Маған өзіме қатты өткеніне жаңағы өмір сүрудің идеалды стандартын кім ұсынды? Неге сонымен салыстырып мен өзімнің өміріме баға берем? Неге менің өмірім ол мен үшін идеалды стандарт емес деген сұрақ болды. И мен қазір өзіме мынандай бір тұжырым алып кеттім. Шынымен мен бір ауада ілініп тұрған өмірдегі стандартпен өмір сүріп, жаңағы қайғыру. Кім саған берді оны? Сен вообще монах боламын десең де өзің білесің, не боламын десе де ол стандарт. Неге менің өмірімдегі қазір сүріп жатқан тағдырым ең идеалды стандарт емес деген сұрақты. По сути идеалды стандарт қой, идеал ғой. Ол өзінің жаңағы айтқан секілді не идеальностьмен идеал. Ол жаңағы өзінің қарызға кіруімен идеал. Ол өзінің белгілі бір проблемаларды проживать етуімен идеал. Ең қызығы мен даже жаңа сіз сөйлеп отқан кезде мен мынау проблема деген сөздің өзі проблема екендігін түсіндім да. Ой, усилить. А что если мен проблема деген сөзді дәріс деген сөзбен аудара салсам, онда демек анаған көзқарасың өзгеріп кетеді. Проблема деген сөзді алсам, дәріс, мен қандай дәрістер алдым? Жаңа ақшасыздықтың белгілі бір дәрісін алдым, 5 машиненің өзіндік дәрісін алдым, үлкен ақшаның өзіндігін дәрісін алдым. Демек, егер проблема деген сөзді дәріс деген сөзбен аударатын болсам, онда мен өмірімде жаман деген түс жоқ екен. По сути өзі өмір идеальный екен да. Түсіндіре алдым? Түк жаман нәрсе жоқ та на самом деле. Оны жаман деп бағалайтын кім? Ой. Потому что оған мен проблема деп не бердім, оны басқа біреумен салыстырып, оны одан арман бәрі ойларының түрмесінде бейшарашка болып жүр ғой, түсіндіре алып тұрмын ба? Бәрі мынау істеп отыр ғой, жаман, сен бақытсызсың. Ал егер ақиқатын жаңағыдай шынымен бүйтіп шығып қарасаң, өміріңе бүйтіп сырттан қарасаң, жоқ қой жаман өмір. Әркімнің өмірі идеальный ғой. Кім саған жаман деп? Сен өз өміріңді жаман деп бағалап отырсың. Түсіндіріп алып тұрмын ба? Түсіндіріп алдыңыз. Өзің ойыңмен өзің на самом деле. Кім осы нәрсені түсінді? Мен түсінген нәрсемді. Жоқ қой жаман өмір. Міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, себебі мынандай бір бағытсыз жүйесіз басқалған нәрсе. Мына өмір болса ғана идеальный. Жоқ, сен сам себе өзің өміріңе сондай баға беріп тұрсың. Баға беріп тұрсың. Салыстырып. Еще бір білмеймін кім ұсынған оны, ол өмірдің. Мен ол сұрақ маған жаңа бір қатты не болды бір. Бүкіл өмір идеальный ғой. Бүкіл өмір идеальный. Бүкіл қайыршыныкі да, момышдікі да бәрінікі. Оны кім саған бағалап тұр да ол. Екінші нәрсе, жаңағы маған кешірім өтінемін, сөзімді бөлгенім оқиды. Мысалға маған қатты откликация ететін дүниелердің бірі, мысалға жаңағы коллективный хотелкалардың құлы болу деген нәрсе. Бір рет ойлансын деп ойлаймын да, коллективный. Насколько это тебе важно? Освободи, найди свой путь. Тауды кезесің ба, Тибетті кезесің ба, кішкентай үйді алып өмір сүресің ба. Неге жетістіктің бағасы Геленваген, неге жетістіктің бағасын үй кім айтты оны? Тағы да кім ондай не беріп қойды? Жетістіктің бағасы емес, сенің ішкі состояниеңдегі бақытыңның бағасы. Бірақ егер жетістікке шынайы жеткен адамдарды қарасақ, олардың Геленді жоқ, жаңа Харуки Мураками сияқты. Қарапайым үйде неге біз ішкі спокойствие. Соны адамдар ойлайды да, ана заттарды алсам, мен ішкі спокойствиеға жететін шығармын деп ойлайды. На самом деле, сен ішкі спокойствиеға жеткен кезде бірінші анандай саған басқа да заттар келеді. И ол саған көп нәрсе, көп зат на самом деле қажеті де жоқ. Өйткені сен оның барлығы эгоңды обслужить етумен, елдерге дәлелдеумен, өзіңді мықты екенді көрсетуіңмен, мен күштімін деген көрсетуге арналған дүниелерді на самом деле көпшілігі боққа қажет жоқ. И она того не стоит страданияға. Живи, освобождись. Живи. Вообще күшті не болды. Осы нотада аяқтайық. Мен мына жерде міндетті түрде кім өзінің жаңағыдай өмірін сырттан көре алды, міндетті түрде комментарийға жазып келтіңіздер. Қандай, менде всегда мынандай бір өмірге көзқарас бар. Қандай тұжырым алдым деймін да. Сразу өйткені жазған кезде өз-өзіне не қылады, закреплять етеді. Сразу тұжырымдамалар шығаруға тырысам.
менде прям үлкен заметка бар, тұжырымдамалар деген. Мен сразу тұжырымдарымды жазып отырамын. Себебі анау айтады ғой, лучше тупой карандаш, чем острый ум дейді. Жазып отырған абзалырақ. И осы жерде кім қандай тұжырымдамалар түсінді, кім қандай түйген ой түйді, міндетті түрде комментарийға жазып кетсеңіздер. Маған да сіздердің ойларыңыз қызық, себебі бір волнаны сезін алдық па, бір жаңағыдай бір сабаққа бірге бардық па деген маған не қызық болып тұр. Обратная связь. Комментарийлеріңізді барлықтан оқитын боламын. И егер бұл қызық болатын болса, жаңағыдай, бұл адамдарға бір күшті отклик беретін болса, мен ойлаймын, бұл бір келесі бір подкасттардың тақырыбы болады. Себебі бұл бүгін ешқандай жоспарсыз, келесі жолда жоспарсыз, тақырыпсыз, жүйесіз түсірілген подкаст менің ойымша қазір бір өзінің бір шырықтау шегіне жетіп, әдемі бір ойды түйіндеп берген сияқты болып тұр. Менде сондай сезім бар. Құрметті оқырман, яғни құрметті көрермен, біз бүгін бір жаңа нені экспириенс көріп отырмыз, яғни осындай әңгімелерді сіздерге ұсынатын боламыз. Егер сіздерге көңілдеріңізден шықса, жаңа бір идея алып келсе, жаңа бір осознание алып келсе, обязательно кері байланысқа шығыңыздар. Мұхит міндетті түрде оқиды сіздердің жазғандарыңызды. Барлықтарыңызға жақсы көңіл күй тілеймін. И бұл подкастты бірнеше рет қарауға кеңес беремін. Бір рет емес, өйткені каждый раз тыңдаған сайын жаңа осознание аласыздар. 3-4 рет тыңдаған кезде четко ұғатын боласыздар. Сау саламатта болыңыздар. Келесі подкастта жолыққанша. Сау болыңыздар.